Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Қазіргі қазақ тілінің морфология курсы бойынша 6-шы дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз жіктік жалғау және нөлдік форма көрсеткіш екендігі, жіктік жалғаудың предикаттық мәні, есім сөздер мен етістіктердің жіктелу ерекшеліктері, сөзге жалғаулардың жалғану реті, нөлдік форманың мәні және ол туралы көзқарастар, нөлдік форманың парадигмалық сипаты мен сөз байланыстырушы тұлғаларға қатысы, атау септіктің нөлдік формаға қатысы, ілік пен табыс септіктердің нөлдік формаға қатысы, тәуелдік жалғаудың нөлдік формасы, жіктік жалғаудың нөлдік формасы, бұйрық райдың нөлдік формаға қатысы деген мәселелерді қарастыратын боламыз. Жіктік жалғау етістік түбіріне тікелей жалғанбайды дегенді назарда ұстауымыз керек. Яғни біз етістіктерді тікелей жіктей алмаймыз. Мысалға, мен келмін, сен келсің деген сияқты жіктей алмаймыз. Сонымен қатар жіктік жалғау тұлғалары біркелкі емес. Біз дәстүрлі жүйеде жіктік жалғаулардың 7 түрлі жалғауы бар дегенімізбен, ол әртүрлі тұлғада жіктеген кезде тұлғаларында көптеген айырмашылықтар кездеседі. Үшінші ерекшелік қалып етістіктері ғана тікелей жіктеліп қолданылады. Оның да себептері бар. Яғни басқа етістіктерді тікелей жіктей алмаймыз, ал қалып етістігін тікелей жіктейміз. Мысалы, мен отырмын, мен тұрмын, мен жүрмін, мен жатырмын деп жіктей береміз. Оның себебі қалып етістіктері тарихи тұрғыдан түбір емес, ол түбірменен қосымшаға ажырайды. Сол себепті ол тікелей жіктеліп қолданылады. Келесі, адамға байланысты есім сөздер біркелкі жіктеледі. Мысалға, мен студентпін, мен мұғаліммін, сен студентсің, сен мұғалімсің деген сияқты есім сөздің барлығы біркелкі тұлғаланып, біркелкі жіктеледі. Қазақ тілінде жіктік жалғаулары 4 түрлі жалғанады. Біріншіден, есім сөздер есімше тұлғасындағы етістіктеріміз бен қалып етістіктеріміз біркелкі тұлғаланады. Мысалға, ол отыр, ол студент, ол келген дегенде үшінші жақтарда жалғау түсіп қалып, нөлдік тұлғада қолданылып тұр. Қалған жалғаулардың барлығы біркелкі болып келеді. Мысалға, мен отырмын, мен студентпін, мен келгенмін. Біркелкі формада қолданылып тұрса, үшінші жақтарда нөлдік формада келеді. Екіншіден, көсемшенің А, Е, И, П, П тұлғалары біркелкі жіктеледі. Бұл жерде нөлдік көрсеткіш деген болмайды. Мысалға, мен барамын, барыппын, сен барасың, барыпсың, сіз барасыз, барыпсыз, ол барады, барыпты. Үшінші жақта көсемшенің А, Е, И, П, П тұлғасынан кейін нөлдік тұлға болмайды, яғни қосымша түсіп қалмайды алдыңғы секілді, ашық түрде қолданылады. Үшіншіден, жедел өткен шақ жұрнағы ДД менен шартты райдың саси жұрнақтарымен келген сөздер біркелкі жіктеледі. Мысалға, мен бардым, мен барсам, сен бардың, сен барсаң, сіз бардыңыз, сіз барсаңыз, ол барды, ол барса. Назар аударатын нәрсе, үшінші жақта жіктік жалғауы түсіп қалып қолданылып тұр. Бұйрық райда жіктеу басқа жіктеу жүйесіне ұқсамайды, өзіндік ерекшеліктері бар. Оның жалғауларында айырмашылығы бар. Мысалға, бірінші жақта мен бармаймын емес, мен бармайын, сен барма, сіз бармаңыз, ол бармасын. Сонда жалғаулары алдыңғы жіктеу жүйесіне мүлде ұқсамайды. Ерекшелігі екінші жақта сен барма, сен бар дейтін болса, онда нөлдік тұлғада тұр, яғни бұйрықтық мағына арнайы формасыз беріліп тұр деген сөз. Нөлдік форма деп арнайы грамматикалық көрсеткіші тұлғасы көрінбей тұрып, тұрғанмен сөйлемде белгілі бір қызмет атқарып, сөз бен сөзді байланыстырып, грамматикалық мағына беретін тұлғаларды айтамыз. Яғни қосымшаның түсіп қалып қолданылуы. Бұл қасиет тек жалғауларға ғана қатысты қолданылады. Себебі жұрнақты түсіріп айтқан кезде олардың арасындағы байланыс сақталмайды, қандай тұлғада тұрғаны белгісіз болып қалады. Мысалға, атамның баласы болма, адамның баласы бол дегенде болма, бол. Яғни бұйрық райда жіктелген кезде сен болма, сен бол, екінші жақта нөлдік тұлғада қолданылып тұр. Яғни жіктік жалғауы түсіп қалып тұр, бірақ бұған тән бұйрықтық мағына, екінші жақтық мағына, жекешелік мағына және анайылық мағына сақталып тұр. Ал енді тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын дегенде де нөлдік формалар қолданып тұр. Тоқтық, жоқтық дегенде сөйлемде не деген бастауыш болып тұр. Бұлар демек атау септігінде тұр деген сөз. Атау септіктің өзінің арнайы қосымшасы болмағандықтан оны нөлдік тұлғада тұр деп айтамыз. Ал аздырар дегенде ол аздырар
жіктеліп қолданылып тұр сөйлемнің баяндауышы болып. Үшінші жақтағы жіктік жалғауы түсіп қалып тұр. Адам баласын деген адамның деген ілік септік түсіп қалып қолданылып тұр. Мінекей осындай тіліміздегі жалғаулардың түсіп қалып қолданылуын нөлдік тұлға деп айтамыз. Бізде бірқатар қайшы пікірлер бар. Мысалға, Сониктің зерттеуі бойынша атауыш сөздердің негізгі түбір күйіндегі тұлғаларының бәрі дейді нөлдік грамматикалық форма деп аталады дейді. Яғни бұл деген сөз түбір күйінде қолданылса бітті, оны нөлдік тұлғада тұр деп есептеуіміз керек дейді. Ал енді қаншалықты дұрыс? Сонда сөздің нөлдік тұлғасы менен түбір тұлғасы бір ме? Оларды қалай ажыратуға болады? Нөлдік тұлғада тұрған болса сөзіміз, онда қандай да бір грамматикалық мағына болады. Ал енді түбір тұлғада тұрса, ол түбірге тән жалпы грамматикалық мағынадан тыс ешқандай да мағына болмайды. Сондықтан екеуі екі бөлек нәрсе. Сол себепті нөлдік форманы ғалым Сейілбек Исаев нөлдік форманы ажыратудың мынандай белгілерін көрсетеді. Ол қандай да бір парадигмалық сипаттағы түрлену жүйесінің көрсеткіші болу керек дейді. Сонымен қатар, ол таза грамматикалық категория шеңберінде өмір сүреді дейді. Яғни басқа қосымшалармен салыстырған кезде нөлдік форма белгілі болып тұру керек деген сөз. Екіншіден, нөлдік форма дегеніміз тек қана сөз байланыстырушы тұлғаларға, яғни жалғауларға ғана қатысты қолданылады. Себебі жалғау түсіп қалғанмен, оның екінші сөзбен арасындағы байланыс сақталады. Екінші сөз арқылы оның нөлдік тұлғасын тауып алуға болады. Демек, нөлдік форма деп грамматикалық мағынаның формасыз берілуін түсінуіміз керек деген сөз. Ілік пен табыс септіктерде көп түсіріліп қолданылатын жалғаулар. Себебі ілік септіктегі сөз тәуелдік жалғаудағы сөзбен матаса байланысады да, олардың арасындағы меншікті қатыстық мағына сақталып тұрады. Ал табыс септіктегі сөз сабақ етістікпен байланысады да, сабақ етістік арқылы біз оны тауып ала аламыз. Демек, байланысы тығыз болғандықтан бұларды түсіріп қолдана беруге болады. Мысалға, бала ойыны дегенде, баланың ойын ілік септігі түсіп тұрса, ол үй салды дегенде, нені салды? Үйді салды деген, салды деген сабақ етістікпен байланысып тұрғандықтан, оған нені деген сұрақты қоямыз да, оның табыс септікте тұрғанын анықтай аламыз. Тәуелдік жалғаудың нөлдік тұлғасы. Бұл тәуелдік жалғауы көп түсірілмейтін жалғау, бірақ біздің, сіздің, өзіміздің деген үш есімдікпен келген кезде түсіріп айтуға болады, және түрлі поэзиялық шығармаларда қалыптасқан үлгілер болады, сол жерлерде түсіріп айтуға болады. Ол өлеңнің ұйқасына байланысты. Мысалға, Базарбайдың төлеген деген кезде төлегені болып қолдану керек, тәуелдік жалғауын түсіріп айтуға болады деген сөз. Жіктік жалғаудың үшінші жағы. Жоғарыда кестеде жіктеу жүйесінен байқағанымыздай, көсемшенің А, Е, И, П, Ы тұлғаларымен келген жағдайда ғана нөлдік тұлға болмайды. Басқа жіктеулердің барлығында үшінші жақта нөлдік тұлғалар қолданылады. Бұйрық райдың жекеше анайы екінші жағында нөлдік тұлға болады. Ол сырттай етістіктің түбір тұлғасымен сәйкес келеді, бірақ екеуі бір емес. Бұйрық рай деген етістіктің таза грамматикалық формасы. Бұйрық райдың екінші жағындағы көпше түріндегі ыңыз, іңіз қосымшасының алғашқы ың бөлігі осы бұйрық райдың екінші жақ көрсеткіші болып, кейін түсіп қалған болу керек деген пікір айтады профессор Исаев. Яғни, бұйрық райдағы тұлға менен етістіктің түбір тұлғасы да бір емес деген сөз. Тақырыпқа қатысты мәліметтерді берілген әдебиеттерден қарап біле аласыздар. Сау болыңыздар.